өзіңде көріп отырсың ғой, айға. Жаңағыда мен жүгіт расым ба деп. Қайынға. Не солайын қай сияқты өзің деп. Иә. Алаға Орал өңіріне қош келдіңіз. Осы бана күн жариялап анонс жасап қойып едік осылай. Сіз келеді деп Жұмабек Елтегұлы Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің өкілі келеді деп сұрақтарыңыз болса қоясыздар деп. Өзіңізді тағы таныстырып айтып кетсеңіз. Жақсы, қош көрдік. Біздің енді жаңағы өзімді таныстырудан бастап Жұмабек Елтегұлы Бекенов, жұқпалы аурулардың алдын алу департаментінің директорымын. Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы денсаулық сақтау министрлігінде осы қызметте жұмыс істеймін. Осында келген негізгі міндетіміз, миссиямыз деуге болады. Ол мынау халықпен тікелей жүздесіп, қазіргі жүріп жатқан пандемияның алдын алудағы және оған қарсы жүргізіліп жатқан профилактикалық жұмыстардың барысымен пайдалы кеңестерімізді бөлісейік деген мағынада келіп отырмыз. Онда өз сұрақтарымыз қоюға болады ғой. Әрине, кімнің көкейінде жүрген сұрақтарға соған өз білімім, өз тәжірибем жеткенше жауап беруге тырысайын. Қойып жатқан сұрақтарым кейде біз жеке өзім сұрағым емес, маған кейбір мәселелер айқын, сала маманы болғандықтан кезінде естіп кеткен. Бірақ дегенмен Фейсбукта жүрген, әлеуметтік желіде жүрген, тума туысқан араласқан кезде бір олардың естіп жатқан сұрақтарымыз бар. Сондықтан енді солардың сұрақтарды қабылдасаңыз болады, қоғамның сұрақтары. Бірінші сұрақ, мен негізінен автобус көлігінің тұтынушысымын. Біз карантин басталғаннан бері, былтырғы жылдан бері жыл жарым, қазір мен автобуста жүрмін. Автобус таңмен кешке жұмысқа баратын уақыт, жұмысқа кететін уақытта енді лық толы деп айтуға болады. Бізде солай. Соның барысында бір шамамен әр кезде әртүрлі, кейде карантин қатты жүрген кезде 80-90%-ға дейін бар жүрді адамдар маска тағуы. Қазір жартысы тақпайды адамдардың. Енді айтқан кезде автобуспен Оралдың пассажирлік потогын шамамен білмеймін, бірақ күніне 80 мың, 100 мың адам бір-бірімен тығыз қарым қатынаста маскасы кимегендері қатынап жатыр. Айтқанда жергілікті билік, оның ішінде следствие бар, оның ішінде облзрап та бар, адамдардың автобуста, жолаушы көліктерінде қауіпсіз қарым қатынасын қамтамасыз ете алмады. Бұл факт. Бұл кімнің кінәсі екені, ол басқа әңгіме, факт бұл деген. Екінші, осыны қамтамасыз ете алмаған билік ресторандарға келгенде бір шүйлікті де қалды. Ресторан бизнесі, айтқанда қазақты бизнес. Қазір 80-90% ресторанның көбінесе кредит төлеп жатқан, айына 500 мыңдап, миллиондап аяққа тұрғаны бар, тұрмағаны бар. Айтқанда бұл есік айқара ашық тұрған кезде бір форточкамен алысқандай сияқты нәрсе. Сондықтан мен мысалы осыны неге мынағы қауіп жағын емес, реальный шын мәніндегі неге ол тек қана бізде емес, басқа облыстарда да солай шығады ойлаймын. Себебі жақында ғана пойызбен келді кісілердің 90-95% маскасы отыр. Мен пойыздағылар отырғанға қараймын. Самолетте білмеймін, өтірік айтпай қояйын. Пойызбен автобусқа мен сенімді сөйлей аламын. Неге айтқанда осыған көңіл бөлмейді? Қолынан келмеді ме? Жоқ, енді өзіңіз білесіздер. Жалпы жұқпалы аурулардың алдын алу бұрынғы біздің традиционный деге, біздің елімізде бұрыннан да бұнымен күресу, бұның жоспарлау, онымен өткізу барысы әртүрлі жағдайда. Ол бұрыннан да бізде бар нәрсе, ол қызметпен сен етене таныстың. Екінші жағы бар, мына жаңа вирус келгеннен кейін сіздер білесіздер, бізге бірінші елге келгенде оның қалай тарайтыны туралы да бізде толық мағлұмат болған жоқ. Ауа, тамшы арқылы ма, әлде қол арқылы ма, контактный дейміз ғой, қолдары жұғысу арқылы ма, болмаса мына предметтер дейді ғой, бірдемен ұстаған затты қалдырасың. Сондай қолғаныс, контактный бытовой дейді, тұрмыстық заттар арқылы беріле ма деген үлкен дүлдамал, дәлелденбеген. Өйткені әр жерде әртүрлі жазылып атты. Өйткені ол бізге бірінші келген жоқ, сіз білесіз. Қытайда, Уханда баяғыда келгеннен кейін әуелі анау Еуропаны аралақпайды. Солай Қытайда дүрліктірді, одан кейін Еуропаны аралақпайды. Еуропадан Америкаға барды, содан кейін барып Еуропадан бізге келді. Эпидемия ретінде жаңалық болғанмен бұрыннан бар вирус қой негізінде коронавирус. Жалпы бірақ вируста, бірақ біздің жалпы заңдылыққа онша бағына қойған жоқ. Бізде сезондық деген бар, маусымдық, білесің ғой да. Сосын және біздің бұл вирус енді жаңағы жұғу тәсілі өте контагиозность дейді. Жұғу
шығулығы 2-3 есе өте көп. Күнделікті мысалы гриппке байланысты. Ұқсас вирус енді грипп қой мысалы, грипп тұмаудың. Оған қарай 2-3. Осы жөнінен бізде бірінші жаңағы мына қаулылардың өзгеруі бірінен соң бір. Осыған байланысты. Мына қай жерлерде жұғу туралы анализ жасап, сұрыптап үлгеру туралы ол шамалы кешегін кірулер, ол табиғи нәрсе. Өйткені біз өзіміз табиғатын білмейтін, бізге табиғаты жат вирус келіп, біздің адамдардың ортасына кіріп отыр. Сондықтан мына анализ деген сіз бен біз болып, ол тек қана дәрігерлер болып жасалмайды. Дәрігерлер ауырған адамдардан сұрау арқылы эпидемиологиялық жаңағы тексеріс дейді, расследование. Сол арқылы барып бұл аурудың қалай таралып отқан, кіммен контактте болған арқылы бір тұжырымға келеді. Сонда біз жаңа айтып отқан мына көрсеткіштер шығады. Иә, аурудың негізгі көрсеткіштері 40% той, томалақ, садақадан шығып отыр, 20% мысалға деп отыр. Орта жетеппен деп. Әр жерде әртүрлі болуы. Өйткені бұл неге әртүрлі болады? Мысалға, Нұр-Сұлтан менен Орал қаласының автобуспенен қамтамасыз етілуі енді екі түрлі. Оны көзбен көруге болады. Мысалға, халықтың потребності бар ғой, мысалға, бәленбай адамға бір маршруттағы жаңағы транспорт керек болатын болса, енді ол жөнінен Нұр-Сұлтан мен таласатын қала жоқ. Бір жағынан айтпағым, автобуста жұқтыратын адамдар айтқанда біраз адам жұқтырып болды. Әдемі жұқтырып болғаннан кейін вакцинациядан емен қалады деген мағына ғой. Екінші жағы енді мәдениет жұқтырмауы көп нәрсеге әсер ететін мына халықтың мәдениеті. Сіз мысалға қоғамдық транспортқа міндіңіз. Сіз қоғамдық транспортта қасыңыздағы адамның қоғамдық транспорттың заңдылығын сақтауды сенен басқа кім талап етеді? Әр транспортқа біз санитарлық дәрігер қоя алмаймыз ғой. Елме қоғамдық тексеруші деген болмайды. Әр адам тексеру керек. Сіз өзіңіздің денсаулығыңыз үшін, қасындағы адамдардың денсаулығы үшін, сіздің мәдениетіңіз, сіз сол заңдылықта, қоғамдық транспорттың заңдылығы бар. Солай ғой. Мысалы, үлкен адамға орын беруден бастап, өзінің жаңағы адамдармен мәдениетті сақтау, ара қашықтық сақтау, өзінің айтқан алгоритмді санитарлық дәрігерлердің ойлап шешіп тастаған алгоритм. Маска кию міндетті түрде және басқа адамдардан талап етуіміз керек, талап етуіміз керек. Осы жақтарын сақтағанда ғана біз шамалы бір нәтижеге жетуіміз мүмкін. Сіз айтқандай, біз егер бәріне таратып болып отырсақ, сіздің айтып отырсыз, олар дорбарлап айтуға болмайды. Ғылыми тұжырымдалған бір фактілермен айту керек. Егер біз шынында да сіз ойлағандай, немесе басқа сізге сұрақ қойып отқан біздің жаңа көрерменіміз ойлағандай, жаңа халықтың бір 10% или 30% ауырып былтыр болатын болса, биылғы көрсеткіш қайталанбас еді көкем. Табиғатта саған, маған бағынбайтын заңдылықтар бар. Ауырған адам мынандай ауруды қандай бір мутация қолдана берсін, бірден қабылдамайды. Үлкен бір мөлшерде көп уақытқа контактты болғанда ғана қабылдайды. Ол эпидемиологиялық заңдылық басталады. Оны ешкім өзгерте алмайды. Так что жаңа жоқ былтыр біздің бірталай адамымыз ауырып қалды, біз оған жіберіп қойдық деген, ол өзін-өзі жаңа қалай дәлелдей алмайтын фактілер. Біз қателіктер жібердік. Ұйымдастыру уақытында, алдын алу уақытында бірінші кезде. Қай уақыттан біз профилактикалық жұмыстарды басымдық беруіміз керек, қай уақытқа жаңағы екінші кезекте кірісуіміз керек. Ол жөнінен енді әр жерде жергілікті мысалға санитарлық дәрігерлерге біз мүмкіндік бердік. Өздерінің эпидобстановканы бақылап, тексеріп, өздерінің мүмкіндіктерін мысалға халықтың менталитетін есептеп. Өйткені бәр жерде менталитет бірдей емес. Солтүстік пен оңтүстік, батыс пен шығыста шамалы айырмашылықтар бар. Сосын транспортты қамтамасыз етуі бар. Қоғамдық орындардағы адамдардың жүріс-тұрыстары бар. Есептеп өзінің әркімге қаулысын шығаруға мүмкіндік берді. Сонда қаулыларына, қабылдауына байланысты содан аурушаңдықтың көрсеткіштерді көп нәрсе бір байланыста болды. Мен бір сұрақ қойынды, ағай сөздің кезеген Айболат. Мен өзім мысалы өз басым мемлекеттік қызметтен кезіп отқан, сіз жалғыз кісісіз, біз қатыгездік деген әңгіме естіп отырған. Мен бірде ресми ақпараттан және бейресми отырыстардан мемлекеттік қызметтен, осы салаға қатысты мемлекеттік қызметтен
бірде біреудің аузынан бізде қате болды деп сөз естіген жоқпын. Бұл өте маңызды нәрсе. Себебі мемлекет ол да періште емес қой, ол да бір қателерін мойындау керек деп ойлаймын. Басында өзі мемлекеттік қызметтің өзі неше түрлі адам тұрады, соның позициялары бір-бірімен қайшы келеді. Мысалы, біздің деп айтайын, денсаулық сақтау министрлігі басында көшеде маска тағып қажет жоқ деп айтты. Ашуға да. Мен сондайлар туралы айтып отырмын. Как раз көшедегі дезинфекция. Сұрақты айтып алайын. Бір МВД-ның позициясы жоқ, тағу керек деді. Ақырында қалды да, өкінішке орай. Және бұл қате болды деп ойлаймын. МВД медицинаның мамандардың позициясын айтқанда енді жазалаушы деп айтпай ақ қояйын, қадағалаушы, мынандай әкімшілік орган полиция жеңіп кетті. Негізі олай болмау керек еді. Ол бірінші маман эпидемиолог болғаннан кейін эпидемиологтың медициналық министрліктің сөзі салмақты болу керек. Енді денсаулық сақтау ұйымының бойынша қауіпсіздік расстояние дейді, безопасный социальная дистанция 2 метр. Адам 2 метр жерде кетіп батыр ма, ара сақталды ма, оған ешқандай негізінен маска қажет жоқ еді. Бірақ жергілікті жерлерде ондай оқиғасы менің қолымда видео ештеңе әзір тұрған ештеңе жоқ. Біраз кісіге сол үшін штраф салынды. Сол үшін біраз кісіге әкімшілік қыспаққа алынды. Сондықтан өзім ойлаймын, мемлекет осындай бір қателерін бәрін ашық айтып көреді. Енді сұраққа көшейін нақты. Адам баласы ауырғаннан кейін көп инфекция, мерзімі әртүрлі, өзім маманымын ғой. Мысалы коронавируспен ауырған кісіге 6 айға дейін вакцина қажет емес деп есептеледі. Дұрыс нәрсе. Себебі бір әркімде біреу 4 ай, біреуде 8 ай, шамамен 6 ай ол кісіге вакцинаның қажеті жоқ. Оның денесінде антитела бар. Антидене дейді, мен антидене деген сөзді көп қабылдамаймын. Бұрынғы ескі мектептің өкілі ретінде антитела деп атаймын. Неге вакцина адамға салмастан бұрын қазір антителалар неге тексерілмейді? Оған қандай қажеттілік бар? Оған мысалы медиктің уақытын кетіріп, вакцинаны мен білсем валюта қалынып жатыр. Негізінен мысалы өзімдің өндіріс бар жоғын жоққа шығармаймын, бірақ дегенмен негізінен нобайы біздің жақта келіп жатқан, шетелден келіп жатқан вакцина, біздің менің қалтамнан, сіздің қалтаңыздан, салық төлеушінің қалтасынан шығып жатқан нәрсе, егер манағыдай оның денесінде антитела болса, соны тексеріп алып, егер оның антитела бар болса, титрі жақсы болса, оған қандай қажеттілік бар вакцина алуға? Неге осы саясатты қолданылмайды? Неге тексерілмей жатыр антитела? Осыдан кейін мен жауабын алғаннан кейін сөз кезегін мен Айболат әріптесіме беремін. Жақсы, рахмет, өте жаңа бір маңызды сұрақты көкейімде жүрген сұрақ деп ойлаймын бұл. Өйткені мұнда жалпы адамға медициналық процедуралар барлық. Жай ғана температура түсіретін шаншудан бастап, вакцина болсын, не болсын, бір ғылыми тұжырымдамалық нәтижеге жеткен нәрселер ғана адамның бойына егіледі. Өйткені дәрігер өзінің мамандығының алдында кім болса да, ғалым болсын, жай дәрігер болсын, медсестра болсын, постовой, ол оған жауап береді. Оның салдары үшін. Мына вакцинаны саларда, вакцинаны ойлап табарда саларда үлкен бір ғылыми тексертесіз, өзіңіз білесіз, этаптарын естіп жатсыздар және кейбіреулер жаңағы қысқартты пандемияға байланысты. Жалпы сол бұл және бір халықтың, я бір мемлекеттің жұмысы емес. Бұл дүниежүзілік лабораторияларда, дүниежүзілік. Өйткені адамға келген, адамзатқа келген пандемия. Түсініңіздер, қазақтық емес, орыстық емес. Жалпы адамзатқа келген пандемия. Сондықтан біз өзімізге келген уақытта өзімізде тәжірибеміз жетпей жатқан кезде міндетті түрде көрші елде не болып жатыр, бізден бұрынғы елдерде не істеп жатыр деген тәжірибе алмасу болады. Ғылыми тәжірибе алмасу. Бір. Екінші, барлық емдеу, барлық жаңағы вакциналарды жоспарлап жасау, ғылыми тәжірибеден өту. Бір, дүниежүзілік денсаулық сақтау деген ұйым бар. Солардың эксперттік жаңағы тұжырымдамасынан кейін жасалады. Олар бізге, мысалға, алған лаборатория бізде бар, біздің әйінде олардың, білесіз, лабораторияның жаңағы болу, өсу. Антитела зерттейтін лаборатория өтсі? Жалпы, вакцинаны, антитела тексеретін, жалпы вакцинаның нәтижесін тексеретін лабораториялар әр жердегі уровендері әртүрлі. Россияда бір түрлі, Европада бөлек, Америкада бөлек. Сондықтан біз міндетті түрде жаңағы дамыған елдердің лабораториясының нәтижелерін міндетті түрде өзіміздің күнделікті жұмыс бабымызда пайдаланамыз. Мен сізге конкрет деген. Сондықтан сол дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дүниежүзілік алдыңғы қатарлы лабораториялық тексерулердің нәтижесінде аурудан кейінгі адамдарға білесіздер, антитела 3 айдан кейін гуморальды
деп мен айтып отырмын. Гуморалдық Екі қандағы реакция ғой. антиденелердің саны автоматически түрде азая бастайды. Ол дәлелденген бір туған. Сондықтан сол дүниежүзілік сақтау ұйымының тұжырымдамасы бойынша 3 айдан кейін антиденелерді тексермей-ақ вакцина жасауға не істеп отыр. 3 айда дейін қай жерден отчет жүріпті? 3 ай. 3 ай неден кейін? Ауырғаннан кейін ба? Ауырып сен жазылғаннан кейін. Жоқ, мысалы адам ауырған, ауырмағаны, мысалы андай аклинический формалар болады ғой, ешқандай заттар болмаған. Клинический болса сізде титрда ондай жоғары болмайды. Есіңде болсын. Дәрігер болсаңыз өзіңіз білесіз. Жақсы бір антиденесін деп алу үшін сен құрығанда орташа я ауыр түрімен ауыру керек. Жақсы антитела сізде есте қалып, жақсы антитела өремт ету үшін сіз жаңа бессимптомный түрін айтып отырсыз. Ондай түрде бір нақты антииммунитет адамда пайда болмайды. Бәрінде бірдей. Көпшілігін айтып отырмын. Индивидуально кімдерде де иммунитеті жақсы адамдар бар. Бірақ біз көпшілікпен сөйлеуіміз керек. Көпшілік халықты алуымыз керек. Біз әр уақытта бір методты предлагать еткенде көпшілік жағын алуымыз керек. Мысалы, ол 10 адамда нужда тіпті иммунитет, вакцина алмай-ақ неге қарсы тұратын иммунитет дайын болуы. Жоқ, антитела тексерудің басқа да өзінің бір құндылығы бар ғой. Мысалы, эпидемиология заңдылығы бойынша ауырып тұрғандар мен вакцина алғандар екеуін қосымша алғандағы саны тұрғындардың 60% жеткен кезде эпидемия ол жайлап түсе бастайды. Сондықтан бізге бұл мәлімет керек қой. Бізде қана ертең ол денсаулығыңды бір жеке өзің интересовать еткен үшін керек. Бірақ мына пандемияның кезінде антителаны тексеріп отырып, оның результаттарын біліп отырып, оған саған вакцинаны назначить етіп қанша уақыт алатынын сіз білесіз бе? Мен сонысы маман емес сізден білмей отырмын. Қанша уақыт алады, қаншалықты ол қаржылық ол және бір мынандай бір көрсеткіші жоқ. Осындай бір сіздегі антитела мына коронавирустан сақтай алады деген. Сол неге вакцинадан кейін соны тексеріп кетіп айтады ғой, мынандай мысалы сақтай алады деп, сол вакцинаға сол үшін гарантия береді. Неге ол мүмкіндік бар? Есіңде болсын. Иммунный сізді сақтайтын вакцина емес, сізді сақтайтын денеңіздегі иммунный системаның мүмкіндігі. Иммунный системаның мүмкіндігін тірілтіп, оған мына коронавирус сияқты вирус туралы информация беретін вакцина. Сіз солай түсініңіз. Сіз информация жоқ, қарапайым білмейді. Жоқ, қарапайым, сіз до конца түсінбейсіз. Вакцина деген ол саған беріп атқан бір анатоксин емес, саған құйып атқан ол сыворотка емес, ол саған құйып атқан антибиотик емес көкем. Это мына жүріп атқан, таралып атқан вакцина туралы память, естелік. Мына вакцина айналамызда бар. Екі түрі бар вакцинаның, ол жағынан хабардармын. Біреу память, біреу память емес, заттың өзі. Жоқ, енді память ол екі түрлі болады адамда. Ол иммунный система туралы. Иммунный системаға берген біз хабар деп түсініңіз. Егер ғылыми дауласу керек болатын болса, мен сізбен ұзақ сөйлей саламын, бірақ мен сізге қалай иммунный системаны қалай біз тірілтіп, қалай біз коронавирусқа күресу керек, сол үшін ретін ғана айтып отырмын. Түсіндіңіз бе? Вакцина сам по себе өзі ол саған антибиотик емес. Ол сенің денеңе құратын анатоксин емес. Яғни антителаны ешқандай зерттеудің қажеті жоқ. Необходимость жоқ. Вот бір сөзбен айтқанда. Бұл сұрақтай соңынан тағы барлам. Оған қазіргі таңда дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының тұжырымыменен айтып отырмын мен. Бұл ойымнан шығарған нәрсе емес. Оны вакцина жасаудың алдында тексеріп анықтаудың қажеттілігі жоқ. Бұл жерде Махамбет Уаз дейтін көрермен сұрақ қойып, неге Ресейдің Спутнигінен басқа вакцина жоқ поликлиникада дейді. Адамдардың таңдау болмай екен дейді. Екіншіден соңғы қосып кетейін. Өзімде сол Спутник ван алдым. Бәрімізде. Иә, бәрімізде. Дүниежүзі денсаулық сақтау ұйымы мақұлдамаған вакцина неге егілді дейді адамдағы. Мақұлдамаған. Мақұлдамаған емес. Сонда мақұлдамаса басқа вакцина алуымыз керек па бізге? Термині басқаша болу керек. Басқаша мақұлдамады деген сөз дұрыс емес. Ол дүниежүзілік сақтау ұйымы әбізлер міндетті түрде мақұлдайды, тіркелді ол. Бірақ енді жаңағы бізде бір сөз бар. Мына 3-ші клиникалық фазы аяқталған жоқ. Аяғына дейін аяқталмаған вакцина ғой деген мағынада жұрттар. Біздер кейде көп информацияны ашық бере бастасақ, өзімізге сондай сұрақтар туып алады. Бір. Екінші вакцинаға жаңағы адамдарда таңдау жоқ. Таңдау жөнінде. Таңдау әрине болу керек. Оған мүмкіндік болса мемлекеттің. Сіз бірақ мынаны біліңіз. Қазақстан айналдырған вакцина шығарып отқан бір 10 мемлекеттің ішінде өз вакцинасын жасап шығарып отқан мемлекет.
Оны вакцина туралы біздің ғылымның барын, жалпы медицина ғылымының барының бір жетістігі деп белгілеу керек. Әрбір мемлекет өз вакцинасын. Қазір вакцина болғанмен бана кісі айтып отыр, басым тек қана спутник дейді, қазбақ жоқ дейді. Енді кедей емес қой, байда емес асып баратқан. Ел қатар, жалпы ел қатарлы. Ешкімнен де артықтығымыз жоқ. Кейде біз өзімізді артық санап, ұлтымызды артық санап, осының біз қазір сондай нәтижесін көріп отырмыз. Конституцияның бірінші бабы бойынша адамның саулығы, мемлекеттен еркін байлығы. Яғни бұл жерде міндетті ештеңесі жоқ. Жоқ, халықтан аяп жатқан ештеңе жоқ. Құдайға шүкір, вакцина босқа беріліп жатыр, оған напрягать етпей. Тегін беріп жатыр. Тегін беріп жатыр. Ештеңеңді, ешқандай мускулыңды напрягать етпей, тек қуанып қана қарсы алу керек бұл вакцинаны. Ол бір. Екінші, ол вакцинамен 4 вакцинаға бізде білесіздер, осында әкелінді, жасалынды. Осының барлық регионға бөлінді. Енді кейбір региондарда болды, қалай біз ұлттық бір вакцинамызды жасаймыз деді. Біреулер мына Хаят-Вак дегенді шықты, ой, арабтар әкелген екен, ол кейбіреулер ол арабтар таза не дініне берік деген сияқты, бір жаңсақ пікір ғой. Ол мына Шинавак, Шинафарм деген Қытайдың 2 фирмасы шығарып жатқан, Коронавак пен Хаят-Вак, сол Қытайдан шығып жатқан вакцина. Оның өндіру платформасы біздегі Қазвакпенен өте ұқсас. Ол кәдімгі вирус, цельный дейміз ғой, тұтас, инактивированный, қазақша өлтірілген. Түсіндіңіз ба? Сондай вакцина. Басқа айырмашылығы жоқ. Тек заводы ғана бөлектемесе айырмашылық. Мына орыстың енді спутник V-ға келетін болсақ, бұл более өсігінге соңғы технологиямен жасалған, векторный дейді. Ол синтезированный белок, S белок, негізгі белок. Сол мына өзіміздің күндегі ауырып жүрген жоғарғы тыныс алу органдарының ОРВИ дейміз ғой. Сол аурулардың тасымалдаушы аденовирустар дейді. Солар арқылы, оның да көбею қасиеттері, учаскелері, деген бөліктер алынып салынған, адамда қосымша проблема болмашы. Соған енгізілген векторисивті адамға енгізіледі. Ол иммундық системаның клеткаларына деген тікелей апарылады. Сосын аденовирус өзі өліп қалады да, ана S белокқа қарсы адамда антитела өндіру басталады. Бар технологиясы, сол айырмашылығы. Түсіндің ба? Бұларда мынаусы жақсы, мынаусы жақсы жоқ, екеуінің да эффектісі 90-нан жоғары. Сіздер білесіздер, вакцина жасалған кезде қай вариантына қатысты 90-нан жоғары қазір шығып жатқан басқа да формулар шығып отырған варианттары? Қазіргі варианттары, жалпы енді мынау бірінші альфа дейміз ғой, альфа типіне байланысты жасалды вакцинаның бәрі. Ол мысалға соған байланысты жасалды, сол кезде бөлінген вирус пайдаланып отыр. Қазіргі енді дельтаға байланысты айтылатын соңғы көрсеткіш, олардың өлім менен аса ауыр түрінен қорғау 90-95%. Алмаз Шарманов мына Хаят вакцинасының тағай вакцина қазбақтың мына дельта түріне келгенде пәрменділігі төмен екені туралы айтты ғой. Қорғау жөнінде. Қорғауға келгенде пәрменділігі төмендеу деді. Жоқ, енді мен сізге айтып отырмын ғой, қорғау жөнінде айтып отырмын жоқ, мен саған ауыр түрінен қорғау жөнінде, өлімден қорғау жөнінде. Бізде екі түрі сөйлегенсінен, бізде ауыр түрі қанша пайыз құрайды, олай дейтін болсақ? Ауыр түрі, жеңіл түрі, мен саған инфекционист емес. Жалпы... Жаңағыдай ол мүмкін ауыр түрі деген 5% болатын ше, 5%. 90, қазір енді кешегі, соңғы біздің министрдің баяндамасын тыңдасақ, күні кешегі. Мына ең ауыр реанимация дейміз ғой. Реанимация бөліне жатқан ауырлардың 95% вакцина алмаған адамдар. Вот ең наглядный осы олар саны. Ең ауыр халде жатқандар, ИВЛ-мен жатқандар аурулардың 95% вакцина алмаған адамдар. Тағы бір сұрақ, енді мен өзім ойлаймын, манағыдай таңдау жағынан бізде жағдай жақсармайды деп. Вакцина туралы өткен кім сұрады ғой, вакцина туралы. Бізде енді уақытша, бөлінген уақытта кейбір жерлерде осы вакциналар ертерек пайдаланып кетті де, спутник V қалып атқан жерлер ол бар. Мысалға зато Хаят-Вак нелер, мысалы Маңғыстауда болуы мүмкін,
Қызылордада қалуы мүмкін, әр жерде, олар кейбір жерлерде өңір бар. Бірақ сіздер білесіздер, біздің мысалға ана Отардағы биологиялық қауіпсіздік ғылыми орталығының шығарған вакцинасы қазір өзінің Казвак вакцинасынан қоса, ана Жамбылдағы вакцина жасау заводын. Ол да біздің енді алғы шыққан бір нәтижелі жаңағы технологиялық жаңалық деуге болады. Өзімізде шығаратын завод салу. Сол міне кеше ғана өзіңіз де білесіз, министрдің несінде баяндамасында болды. Қай елдің қолдауымен? 600 мың дозасын шығарып отыр. Это заводта көргенде. Оның да бір жартысын жаңағы көрші Қырғыз елінде де аурушаңдық өте қапыл біздікінде болып жатыр. Оларға 25 мың как гуманитарлық көмек есебінде жөнелтіп жатыр. Ол да біздің вакцинада деген сенімділік, біздің вакцинаны Казвак. Именно біздің Казвакта. Ол енді жаңағы ешкімнің де жеке тікелей араласып жатқан жоқ. Ол ғылыми орталық бұдан 50 жыл бұрын вакцина шығарып жатыр. Ол бірінші вакцинасы емес шығарып жатыр. Ол көп ауруларға қарсы, мысалға ауыл шаруашылығындағы ауруларға қарсы. Енді ол шынына келгенде ғылыми әскери бағытта болды. Ойлаймын, вакцинаны таңдау мәселесінде жағдай жақын арада жақсара қоймайды деп ойлаймын. Себебі спутник мысалы белгілі көлемде алып қойғаннан кейін қалай да оны пайдаланып бітіру керек. Ақша алған нәрсе бітірмей тұрып, басқа бір сырттан Pfizer ма, атау ағылшынша дұрыс терминология қалай айтатын? Pfizer, иә. Pfizerді ала қойып бір нәрсе уже алынды ма, бюджеттің ақшасына сол нәрсе пайдалану керек. Мен қазір шыны керек қораптарын көріп жүрген жоқпын. Оның жарамдылық мерзімі қандай? Ол 6 айға дейді. Ол 6 айға дейді. Ол өйткені ол жаңа келген партияларды 6 айға дейін пайдаланып үлгереді ғой. Бізге партиямен келіп жатыр. Ол жөнінде мысалға пайдалану мерзімінен жөнінен ондай еш уақытта жаңа артық болмайды, артық алмайды да. Ол екінші жағы, жаңағы сіз айтасыз, халықтың сол сұранысы бойынша, кеше президенттің өз аузынан естіңіздер, халыққа Pfizer вакцинасымен де мүмкіндік болу керек деген. Біз енді Қытаймен келісім бар. Коронавакпен әлде де келіссөздер жүріп жатыр. Өйткені халықты қанша сұраныс болатынын білген жоқ. Өйткені қабылдай ма, қабылдамай ма? Ол деген үлкен нәрсе. Жаңа өзіңіз айтқандай, сіз бен біздің айлығымыздан құралған бюджеттің ақшасын оңды-салды шашуға рұқсат жоқ ешкімге. Оның осымен келісе аламын. Сондықтан коронавирустың бірінші жаңа миллион дозасын әкелді Хаят вакцина. Қанша? Иә. Сол сияқты ол енді негізгі коронавакта сол Қытайдікі. Оны да әкеліп көрді. Халық жақсы қабылдады. Ол жөнінде жаңағы келісім шарттар жүріп жатыр. Pfizer жөнінде кеше білесіздер, енді оған біздің әр уақытта да енді алдыңғы қатарлы технологиясы дайын америкалық вакцина ғой, ақш-та шығарылған. Иә, Moderna, Pfizer'лер өзін жақсы жағынан рекомендовать етті. Нәтиже көрсетті. Батысқа сенім көбірек қой. Енді олардың енді ашық түрде олар көрсетті, ешқандай жасылған жоқ. Бізде де солай ғой. Бізде де өзінше бәрінше ашық жүргізіп жатыр. Мынанша адам бірінші клиникалық испытанияға қатысты, мынанша адам екінші клиникалық испытанияға қатысты. Оның нәтижесі мынандай эффективность деп 92 деп Казвакта айтып отырған, қатысқан мысалға қанша адам қатысты мысалға? 400 адам ба там, 1000 адам ба? Сол адамдағы алынған оң нәтиженің цифрларын көрсетіп отыр. Ол жаңа эффективность жөнінде. Оның алдында бірінші клиникалық тексеріс өтеді. Ол бірінші клиника вакцинаны ойлап тапқанда жаңағы клиникалық тексеріске дейін лабораториялық тексерулер бар. Одан кейін жануарларға, жәндіктерге, одан кейін клиникалық тексеру адамдарға болғаннан кейін бірінші клиникалық тексеру деген сөз ол мынағы қауіпсіздігін тексеру. Адамға енген вакцина әрмен қарай өзін қалай ведет, қандай органдарға әсер етеді, как он выводится организм. Ең маңыздысынан бастайды ары қарай. Содан ең маңыздысы сол. Содан егер өтсе, екінші этапқа жіберіледі. Процедураға өзіңді білу. Қай вакцина алады, ревакцинасы тапсыру вакцинамен болады ма? Әлде мысалы біреуін Казвакпен алады, екіншісін спутникпен деген сияқты. Ондай қазіргі кезде мына вакцинаның жаңағы эффектісін күшейту жөнінде комбинированный олар мына Еуропада өзін-өзі жақсы нәтиже. Бізде бірақ жоқ. Біз бұл арада бір ғана заңға баруымыз керек. Мына вакцинаны шығарып жатқан
бар ғой, өндіруші. Өндіруші қалай, ол өйткені өзінің пікірі маңызды, пікірі маңызды, өйткені олардың әрбір пікірі ғылыми дәлелденген нәрсені ғана жаза алады инструкция. Басқа нәрсені ол ойдан осы шамамен дұрыс қойылды деген болжамменен ештеңе жазылмайды. Сондықтан ол міндетті түрде инструкцияда жазылу керек. Ондай инструкция біздің қазіргі өндірістегілерде жоқ. Сондықтан біз қазір сіздерге айтамыз, спутник вимен бірінші компонентті алдыңызда, екінші компонентті сонымен алыңыз. Ревакцинацияны да мысалға сонымен алған дұрыс деп. Бірақ енді қазір ревакцинацияға біздің әлі уақытымыз келген жоқ. Өйткені біз әлі коллективтік иммунитет дейміз ғой, ұжымдық. Оған да әлі жеткеніміз жоқ. Қажеттілік болмай да қалуы мүмкін ғой. Ол да болмай да қалуы мүмкін. Бірақ енді мына көрші Россияға қараймыз, сол өндіруші орналасқан. Олар январда бастап кетті, білесіздер, январдың жаңа жылдың басынан. Қазір енді 6 айдан асып кетті. Ол бірінші алғандарға қазір ревакцинацияны предлагать етіп жатыр. Өйткені оның эффектісі өте жоғары. Өте жоғары нәтиже көрсетеді. Олар өйткені тағы да тексерулер жүргізу, ғылыми тексерулердің жүргізілген нәтижесіне қарап айтып отыр. 2 есе өседі вакцинаға. Соның ішінде мына соңғы мутацияға ұшыраған жаңа дельта штаммына қарсы тұру мүмкіндігі үлкейеді. Сол мағынада адамдарға ұсынып отыр. Ревакцинация жасау түрінде. Вакцина алып ауырып жатқан адамдардай аз ба көп пе баршылық қой, қолымда нақты цифр жоқ. Менің сұрағым кішкене басқаша жағынан сұрағым осы, вакцинаға алып, бірақ КВИ-мен ауырып қалғандарға көмек көрсетудің немесе компенсация алудың бір мемлекеттік стандарттары бар ма? Бұл жерде қоса кетейін, Ермек Меңдіхан дейтін осы сұрақты қойып отыр. Вакцина алғаннан кейін жұқтырмауға және вакцина алған адам ағзасына зиян келтіріп дейді. Адам өліміне апармайтын соқпауына қандай кепілдік бар дейді. Өте дұрыс айтып отырсың, бірақ енді сіз вакцина алар кезде сізбен таныстырады. Инструкциясында жазылған. Ол мен емес ойлап табады. Ол өндіретін адам сізге жазған вакцина. Ол беру міндетті және 100% сізді аурудан сақтай алмайды. Барлық вакцина. Pfizer болсын мейлі, Спутник Ви болсын мейлі, Казвак болсын, ол постулат есіңізде болсын. Әр организм вакцинаның еккенменен әр түрлі реагировать етеміз. Ол әр түрлі нәрсе. Сосын бір көп жылғы тексерулерде барған бір заңдылық бар. Жалпы мына адамдардың ішінде даже 2%-дан 8%-ға дейін. Мына вакцинаға еккенменде оған ешқандай жауап жоқ. Иммунный система жауап бермейді. Осындай пайыздар бар. Сол адамда 10%-ға дейін дейді ғой. Яғни ешкімде мемлекет өз тарапынан бұған ешқандай кепілдік бермейді. Кепілдік бере алмайды ешкімді. Сосын Айнұр Омарова дейтін қойып отыр. Мысалға біз алдық қой, 2 несінде. Компонент. Енді ол қашанға дейін шыдайды Енді дейді. Содан кейін тағы қашан аламыз дейді. Ол қашанға шыдайды деген ол ғой. Жаңа алдыңғы сұрақтың жалғасы ғой. Өндірушілердің опять жаңағы жазу бойынша, мысалға Спутник Вида өзінің директоры халықтың алдында сөйледі. Осы жалпы телевидение бір ғой бізде. Ақпараттық нағыл дейді, территория. Бізде бір, өздеріңіз тікелей тұтасыздар. Болмаса біздің мына отардағы ғылыми зерттеу институтының директоры ол да тікелей шықты. Біздің коронавирус Казвактың жаңағы мерзімі сақтау мерзімі 1 жылға дейін деді. Орыстар 1 жыл, тіпті кейінгі тексерулер 2 жылға дейін. Иммун эффектісінің ұзақтығын айтты. Біз тек қана солардың сөзін қайталай аламыз. Қалғаны міне өмірден көреміз қазір. Енді оқу жылы жақындап қалды ғой. Бір ай ғана уақыт қалды. Осыған қатысты жалпы коронавирус балаларды жеңіл формада өтеді деген дейді пікір бар. Жаны бар пікір сияқты. Сондықтан да балаларға атысын жасап жатқан жоқ. Енді қазір алып қашты әңгіме көп. Біреу балаларға жасайды дейді, мәжбүрлеп жасайды дейді, алмаған баланы жібермейді, олар онлайн оқиды дейді. Осыған қатысты қазір біздің мемлекеттің балалардың вакцинасына қатысты, балалардың коронавирус тақырыбына қатысты бір нақты позициясы, саясаты бар ма қалыптасқан? Әрине, саясат бір. Мына қалайда болғанда да пандемияны біз тоқтатуымыз керек. Аластауымыз керек қоғамнан. Оның таралу жолдарын қиюымыз керек, тоқтатуымыз керек. Бар мақсат сол.
мемлекеттік балаларға міндетті бола ма? мен сізге енді айтайын, саясат айт дедім, саясаттан бастау керек. Екінші жағы, былтыр мына альфа түрі дейміз ғой, бізге келе бастаған кезде ең бірінші ауырғандар ол 60-тан жоғарғы возраст. Бірінші солар кетті. Солар көп страдайды, көп адамдардан айырылдық та. Отбасыларынан мысалы қайғылы қасірет түскен адамдар. Мысалы органдар көбінің дімкесі бар. Иә, өйткені өзің біліп отырсың, үлкен адамдар иммундық система шамалы тозақ, қосалқы аурулар көп, мысалға жаңағы эндокриндік аурулары көптер. Бірінші солар страдайды, солар кетті. Бірақ бұл өзінің уақыт келе адамдардың ортасында айналудың арқасында циркуляция келді. Бұл өзінің өзгеше мутагендік өзгерістерге түсе бастады. Енді қазіргі соңғы статистика бойынша эпидемиологиялық талдауда қазір ең таралу несі 20 жастан 60 жастың арасы. 20 жас пен 60. Бұрын біз 60-60-тан жоғары дедік. Қазір 20 жас пен 60 жас арасында таралады. Түсініңіз ба? Иммундық системаның күшіне қарап отырған жоқ. Барлығы не істеп отыр. Өйткені былайынша қарасаң, ол да ең белсенді жас қой. Оның түсінікті емес. Барлық жерде де жүретін. Сол қалынған жас қой. Иә, былайынша айтқан бүкіл жұмысты халыққа қызмет етіп отырған осы жастың адамдары. Күнделікті көшеде жүретін де, өзің айтқан қоғамдық транспортта, тойда да жүретін осы возрасттағы адамдар. Ол бір. Енді соңғы 2-3 айда қазір балалардың арасында таралу өршіп бара жатыр. Балалардың арасында. Соның ішінде тіпті кішкентай мектептегілер өте 5%-ға дейін өсіп отыр. Ол өте жоғары көрсеткіш. Сондықтан мысалға жалғыз біз емес, бұл көрсеткіш Европада да, бұл көрсеткіш Америкада да, Азияда да бар жерде. Сондықтан алдыңғы қатарлы елдер, олар енді үлгеріп жатыр. Балалардың арасында да мына вакцинаның әсерін зерттеп тұжырымдама келіп отыр. Қазір Европада, Америкада, Израильде 12 жастан асқан 18-ге дейінгі жасөспірім дейміз ғой оларға. Оларды қамту туралы көтеріп жатыр. Иә, толық, конечно, ата-анасының келісімімен әрине. Толық қамту туралы. Өйткені сіз мысалға білесіз, 12 мен 18 жастағы балалар бүкіл спорттық дейміз, мәдени орталықта ең бір белсенді қатысатын осы возрасттағы балалар. 12-ге дейінгі балалар көбінесе үйде болады, ата-ананың қарамағында болады, көп мәселелерге шыға бермейді. 12-ге дейінгі жастағы балалар. Бізде әзірше нүктесі қойылған жоқ та, вакцинацияға тарту-тартпау туралы. Тарту-тартпау туралы жаңағы ол енді мысалға бір нәрсе айтуға, бұл эпидахуалға байланысты. Ертеңгі оқу процесінің басталуындағы. Әрине, егер вакцинаны біз қамтамасыз етіп алатын болсақ, жақсы вакцинамен. Балаларға жасалады. Сіздер білесіздер, біздің Қазақстанда шыққан вакцина, болмаса Спутник V, балалардың арасында қандай әсер етеді, ол туралы ғылыми зерттеулер жүріп жатқан болу керек, бірақ біз оның нәтижесін әлі алған жоқпыз. Мен үшін ең үлкен маңызды сұрақ, қазір мына ауырып тұрғандардың дәл цифр керек емес шамамен. Және вакциналғандардың саны қанша пайыз құрап отыр шамамен? Енді жалпы сұрақтың мен түсіп отқан 0,1%. Әр енді регионда әртүрлі. Қалай 1% жеткен жоқ па вакциналғандар саны? Вакцина алғандардың саны айтып отырсыз. Себебі екеуінің керекті құрылады да, мысалы Америка өзіне 70% деген меже құрды. Ауырып тұрғандар плюс вакциналғандар саны 70%-ға жеткеннен кейін олар манағы бүкіл шектеу кейбір штаттарында, кейбір қалаларында, 60%, Еуропаның жекелеген қалаларында межеге жеттік, 70% ары қарай. Енді процесс азын-шоғын жүре береді, бірақ карантинге келтіргім келді. Мен сізге сұрағыңызға жауап беріп отырмын. Вакцина алғандардың қанша пайызы ауырды? Олай емес. Мен сізге сұрағыңызға жауап берейін. Сіз басқа жағынан қойып отырсыз. Мен сізге конкретно айтайын, онда вакцина алғандар қазір 5,5 миллионға жетті ғой, бірінші компонент. Бірінші компонентпен есептесек. Екінші компонентпен толық алғандар 3 миллион. Орта есеппен 4 миллион айтуға болады. Иә, 4 миллион алатын болсақ, біз мысалға халықтың жаңағы 60%-ын 70 деген жоқ, 60%-ын қамтамасыз етіп тұрсақ. 70% Америка ғой. Біз мысалы 10 миллион адамды қамтамасыз етіп тұрмыз. Бұл тек қана вакцина емес қой, ауырып тұрғандардың өзінде де иммунитет бар деп есептеуге болады ғой. Мен сізге тағы да айтып отырмын. Ауырып тұрғандарға вакцина жасалады міндетті түрде. 6 айдан кейін.
3 айдан кейін. 3 айдан кейін. Соңғы өткен лабораториялық тексерулер тоқтатып отқан жоқ. Ол біз қалай күнделікті өмір сүріп жатырмыз, лабораториялық тексерулерді ғылыми орталықтар күнделікті жұмыстарында оны зерттеп отыр. Қанша күннен кейін иммунитет антитела деп отыр жаңа өзіміз айтқан. Норматив құжат түрінде жарық көрді ме мына 6 ай деген негізі 3 ай деген себебі мен бұрын көріп жүрген құжаттарда. Қазіргі соңғы бас дәрігердің қаулысында бар. 3 айдан кейін. 3 айдан кейін. Содан кейін бір жасап, біз өйткені біз міндет не? Бірінші, конечно, айтып отқан өзіміз жаңағы безопасность, или қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек адамға келген. Екінші, уақыттан кешікпеу керек. Уақыт. Ол миллионға ертең декабрьде, январда деп жүретін болсақ, біз ешқандай эффект болмайды. Бірінші алған мына 30%-ымыз қайттан өзің дәрігер білесіз, ол уже эффектісін жоғалтады, 6 айдан кейін қайтадан ауырамыз. Бір жаққандай, манағыдай енді бізде заң бойынша міндеттелмейді. Міндеттелмейді. Шетелде бил правах деген бар, бізде өзінің конституциямыз бар, кодексіміз бар, басқасы бар. Олай міндеттей алмайды. Енді кеше бірақ соңғы бас дәрігердің қаулысын сіз естідіңіз, иә? Онда мына халыққа қызмет ететін орындар, халыққа қызмет етеді. Өйткені негізгі таратушы көші сол болады. Жаңа өзің айтқан қоғамдық транспортта жүргендер, халыққа қызмет ететіндер бар ғой. Тұтынушыларға қызмет көрсететіндер. Барлығы солар алу міндет. Өйткені оны адам өзі әрине өзінің түсінігімен істеу керек. Ол бір. Екінші бір метод, қазір енді біреулер оны енді қолдап жатыр. Екінші жағы енді соны, ол вакцина соншалықты не болса, мына розыгрышшы дейміз ғой. Стимуляция жасап. Атырауда 10 миллион теңгені бір. Нұр-Сұлтанда да, Алматыда да бар. Енді ойлаймын, ол керек болса, Оралда да қолданады, мысалға. 1-2% болса да асыру мүмкін дейсіз. Бар ғой. Бәрібір біздегі адамдардың, әркімнің, мен айтайын, түсініктері әртүрлі. Мен сізге айтайын, вакцинаға күнделікті бірінші рет біз вакцинамен кездесіп отқан жоқпыз. Вакцинаның жаңа түрі ойланып тауып отқан жоқ. Сол бұрынғы істеліп отқан вакцина тек қана бұларда өзгергені вирустың ғана түрі. Вакцинаға қарсы ол топтар, өзің білесің, бұрыннан да бар. Вакцина пайда болғаннан бастап. Ол өйткені діни топтар бар, діни емес топтар бар. Иә, діни топтар бар. Жалпы бейресми жаңағы атың шықпаса жер өрте деген бар. Қазақта күшті мақал. Қазір тіпті ғылыми адамдар, атағы бар адамдар, даже медицинаның айналасында жүрген адамдар. Мына иммунология дейміз ғой, ғылым. Вакцина жасау, соның нәтижесін тексеріп табу. Тіпті қатынасы жоқ. Ол туралы бір ғылыми тұжырымдамасы да жоқ. Сізде бір деректер бар ма, социологиялық зерттеулерінде антиваксерлердің нақты, шынайы антиваксерлердің, яғни деп айтамыз орысша айтқан кезде, солардың пайызы қаншалықты болады? Мен сұрап жатқан себебім, тап солармен күрескенше олардың өз еркіне қалдырып, манағы айтқан 60%-ық межені неге манағыдай ықыластыларға айтқан кезде солармен жетпеске, күзеткішке? Дұрыс айтасыз, бұл бір керек нәрсе, және бұл тексерулер міндетті түрде жаңағы қоғамдық социалдық тексеру ғой, бұл міндетті түрде жүріп айтады, дұрыс айтасыз. Бұл алдын алу үшін осы қозғалыстардың алдын алу үшін нәтижеге жақсы жету үшін өте керек нәрсе. Бірақ сіз білесіз, мен дәрігермен, мен шыққан инфекциямен, оның салдарымен ғана айналысам. Бірақ мен білемін, жылдағы жұмыстың қорытындылағанда біз мына вакцинаға алмағандардың санын анықтаймыз. Өкінішке орай пандемия тек қана эпидемиялық тұжырымдамай кетті ғой қазір. Бұл дейтін ауқым әлде қайда кеңейді. Ауқым кеңейді, дұрыс айтасың. Сол мысалға жылына былтыр мысалы 16 мың адам алған жоқ вакцина енді. Ол мына календарный дейміз ғой біз. Күнделікті күнтізбелік алу керек вакциналар балалардың туғаннан бастап 18 жасқа дейін. Сонда мысалы сол алған 16 мың болса, мысалы соның пайызға бөлгенде мысалға 20-30% ғана діни көзқарасына байланысты. 30% өзінің жаңағы сенімсіздігі бар. Сенімсіздігі онда шешім қабылдай алмайтын адамдар болады өмірде. Соған байланысты. Просто бір 30% мына бейресми материалдар бар. Жаңа айтып отырмын ғой. Может әдейі таратады, может действительно өзінің бір ғылыми жаңағы болжам, долбармен тұжырым жасау. Өте зиян нәрсе осы. Себебі мысалы белгілі ғылымдар бар, медицина бар, эпидемиологтар бар, кейде өзінің күшін манағыдай анық, ашық қарсы топқа салам деп көп күшін зая кетіретін сияқты. Менше өзімше керісінше
бір 5-10 пайызым егер болатын болса, 10 пайызда мүмкін болмаса, тап соларды деп айтқанда жайына қалдырып, дұрыс сөз бе, дұрыс емес сөз бе білмеймін екен кезде. Олар заң бойынша алынуға құқығы бар. Деп айтқанда, адам өлуге де құқығы бар. Сол өзінікі. Айтқанда өлең десек. Иә. Солармен манағыдай бүкіл медицинаны салып, органдарды салып, тағы басқа айтқанша, басқа өзінше манағыдай бейім, осыған көнетін, осыған бір түсіндік жұмыстарын қабылдайтын, өзім жеке ойым, бұл эпидемиологтар жұмысы емес шығар. Өзін айтып тұр, бұл дейтін қазір пандемия мәселесі тек қана денсаулық саласынан әлдеқайда шығып кетті, оның ауқымы деген. Саясаткерлердің, әлеуметтанушылардың, мемлекеттік қызметтің, құқық қорғау органдарының өткен кезде. Сондықтан менің өзімнің жеке пікірім, мамандығым эпидемиолог, бұрынғы эпидемиолог. Бұрынғы эпидемиолог деген болмайды. Иә, болмайтын болса, мынағыдай бір халықтың бір бөлігі бар. Олардың және құқығы бар. Кәдімгі ешкім құқық қол соға алмайтын алмауға. Өзім ойлаймын, тап солармен менше алыспай, керісінше алуға ықыласты, әлі күмәнданып жүрген осы топтармен жұмыс жасау керек деп ойлаймын өз басым. Сізбен толық қосыламын. Өйткені бұл жаңағы социальный вопрос, бұнымен тек қана медиктер айналысу деп лақтырып тастау, ол таза ертең ол өзінің нәтижесін бермейтін нәрсе. Бұның нәтижесі жаңа сіз бір осында қазір үлкен топ жұмыс істеп жүр информация министрлігінен. Оларда жақсы семинарлар осы бабында. Өйткені халықты қолдау керек, бар жағынан. Түсініктеме берген тек қана медициналық оның пайдалы екенін айту бір бөлек. Екінші бөлек мына жалпы қоғамның дамуында өзің айтқандай мына халықтың осы кейбір жаңағы топтардың өзің айтқандай сондай бір қарсылыққа баруына және онымен қоймай өзінің көзі жетпеген нәрсеге басқа адамдарға үгіт насихат жүргізуіне қандай мақсатта жүргізіліп жүр? Терең әңгіме, зерттеуді. Жеке пікірім, айыппұл мәселесіне қатысты мәселе. Айыппұл кез келген елде тәрбие құралы. Жазалау құралы емес, тәрбие құралы. Мен өзім ойлаймын, тап қазіргі сәтте айыппұл тәрбие құралы емес, жазалау құралына айналып кетті деп ойлаймын. Адамдардың мысалы айтқанда күнкөріс мөлшерін мысалы ең төменгі жалақы бізде 42.500 деген бар ғой. Былтыр жақсы бір көмек болды адамдарға, иә. Енді қазір айыппұлдың есебі адамның сол манағы төменгі жалақыдан 2 есе көп болуы. Өзім ойлаймын, ол адамдарды кеше тәрбиелемейді, ашындырады деп. Бұл енді тікелей эпидемиологтар шаруасы емес. Дегенмен манағыдай адамдар ол айыппұл кейде мәжбүрлеу құралы ретінде, тәрбиелеу құралы ретінде, бір түзеу құралы ретінде қолданам деген мақсат болатын болса, өзім ойлаймын, айыппұлдың мөлшері не бір шкалаларға салыну керек. Бірінші рет деген сияқты, екінші рет деген сияқты тағы басқа. Немесе оның мөлшері кем керек деп ойлаймын. Себебі дейтін қазір мынандай тапқаз жағдайда айыппұл әсіресе бизнесмендерге айтқанда ол адамды тұқырту немесе жазалау құралына айналмау керек. Бұл айыппұл ең басты тәрбиелеу құралы болу керек деп ойлаймын. Енді сіздің салаңызда болмаса да үлкен орында жүрген азамат ретінде мен сізге бір аманат ретінде ме талай адаммен кездесесіз, тәрбие құралы болу керек деп ойлаймын. Қандай бірде қабылданған шешім, жаңағы жазалау болсын, болмаса жаңағы қызықтыру болсын, ол мына соңғы нәтижеге бағытталу керек. Ол нәтиже бермейтін болса, қоғам онымен үлді қарсы керісінше ашындырады ол деген өзі жағдайын әрең көріп жүрген адам шешімді ол қатып қалған шешім емес. Қазір біз барлықта варианттарды пайдаланып жатырмыз. Жаңа өзің айтқандай, тек қана түсіндіру жұмыстары емес, қызықтыру жұмыстары. Сол сияқты кейбір максимал қолдану керек қой. Мәжбүрлеу де бар. Енді мысалға сіз өзіңіз мысалға ашық программасы қызықтыру мағынасында. Өйткені білесіздер, өмір тоқтамайды. Қанша ауру болса да біз аурумен бірге өмір сүруді өзіміз соған қағидамызға айналдыруымыз керек. Өйткені коронавирус келді, ол кетейін деп жатқан вирус емес. Ол біздің ортамызда қалады. Бірақ қандай күйде қалады? Эпидемия түрінде қала ма, қалмайды деген мағынада. Мен соңғы сұрағым сол прогнозға қатысты. Орта мерзімдік және ұзақ мерзімдік прогноз. Қысқа мерзім прогноз жасау өте қиын. Сіздің бұған жеке өзіңіз емес, жалпы біздің министрлікте бір арнайы ғылыми топ бар, онымен айналысып отқан. Сіздер білесіздер, кеше енді осы маусымға даму туралы министрдің аузынан естіттіңіздер 3 вариантта жаңағы. Реалистік, оптимистік, пессимистік. Оны естідіңіздер, ол 3 вариантта мүмкін нәрсе.
Ол варианттардың бізде жаңа өрбуі медициналық мекемелерден емес. Вакцинаны алу алмауға да Халықтың өзіне тікелей байланысты. Ең бірінші вакцина алу. Ең тиімді әдісі келесі. Одан басқа да жаңа өзің айтқан социалдық жаңа қашықтық бар ғой. Көптік, топтық отырыстардан қашық бол. Топтық отырыстардан қашық бол. Сосын жаңа масочный режим тұрады. Ол сіз білесіз бе? Осы коронавирус басталғалы біз маска киюді үйрендік. Оның алдында біз маска киген хирург пен гинеколог сен дәрігерлік ортада білесің, олда да бір ана грипптің бір өршу уақытында, маусу уақытында жаппай киетінбіз. Қазір халыққа жалпы кию арқылы бізде қазір грипп деген ауру жоқ. Басқа да жұқпалы аурулардың көп алдын алдық. Көрдіңіз бе? Bir нәрсенің септігі екінші нәрсеге тиіп жатады. Ол аурулардың да көрсеткіштерін қарауыңа болады. Көптеген аурулардың оң нәтижесіне жетті. Жалпы бұл маска кию, мына бізде ортамызда жұқпалы тыныс, ауа, тамшы арқылы берілетін аурулар бар уақытта, или солардың өршу уақытында маска кию, біздің кию күнделікті мәдениетімізге айналу керек болашақта. Ол керек нәрсе. Стадион кезінде. Иә, маусым кезінде. Бұл өте, ол тек қана мәдениеттілікті көрсетеді. Соған халқымызға айтып, соған халқымызды болып шақыруымыз керек. Бұл бір. Екінші жағы, жаңа сіздің қай уақытта кию керек. Ол дұрыс айтасыз. Үйде жүріп маска кию, жаңа өзің айтқандай. Болмаса көшеде араларыңыз 5 метрден паркте демалып жүріп маска кию деп талап ету, ол кейде артықтығы да бар, дұрыс айтасыз. Сіз оның жаңағы біз айттық қой, әлеуметтік арақашықтық ол 2 метр, 2,5 метр дедік. Содан жақын келмейтін болса, оған былайынша қарасаң мағынасы жоқ. Ал бірақ масканы мына көпшілік орындарда міндетті түрде, жұмыс орындарында, қызмет көрсеткенде, мына қоғамдық транспорттарда кию міндетті. Осы отырыстарда біз кездесетін болсақ, бізде оптимистік вариантпен шығу қазіргі болжамда мүмкіндігі толық бар. Оптимистік вариант қандай бізде? Оптимистік вариант міне өрісіңді 7 мыңға дейін кездесіп, ауруда бұларда бір екі көрсеткіш бар. Аурулардың жаңағы жұғу көрсеткіш дейді ғой енді. Ол жаңағы бірден аспау керек. Мысалға ауру адам, мысалға 4-5 адамға жұқтырмау керек. Ауру адам бір адамнан төмен. Тек қол көріп кетті. Иә, жұқтыру болмау керек. Екінші жағы аурудың көрсеткіштігі жаңағы 50-ден аспау керек 1000 адамға шаққанда. Алгоритмдер өзі. Алгоритм ғой енді. Сол байланысты біз ана матрица дейміз, қызыл, жасыл, соларға кіруін бекітіп қойдық. Бұл бір көрсеткіштер. Екінші көрсеткіші мынағы инфекциялық ауруханалардағы төсек орынның жаңағы загруженность. Қазір қаншаны құрайды? Қазір енді 50-дің пайыздың бойында 70-ке барса, это уже ең төмені. Өйткені әрмен қарай ол қабыл өршейді, оны білесіздер, былтырғы жағдайды көрдіңіздер, маусым, шілде айындағы мүмкіндік болады. Бірақ енді одан бері көп нәрсе өзгерді. 10 еседен көбейді инфекциялық төсек орындардың саны. Дәрі-дәрмектің де айлық қамтамасыз ету 2 айға дейін запастың болуы қамтамасыз етілді. Және дәрігерлердің де қайта дайындау арқылы, білесіз, көп дәрігерлер, эпидемиологтардың шақырылып алынды, олардың саны көбейді. Ең керек дәрігерлер ғой. Өзі, мысалға, бір уақыттары бір сырттағы көңіл аударылмай қалған мамандықтар, қысқартуға түскен мамандықтар деп болғанда, инфекционистер, эпидемиолог дәрігерлердің саны көп өзде өсті. Өйткені уақыт соның керегі екенін дәлелдеді. Бұл мамандықтармен табиғат сізбен санаспайды. Бұл жоспарға көнбейді. Біз мұнағы төтенше жағдайларға әр уақытта төтеп бере алатындай жағдай болу керек мемлекеттік. Соған мемлекет қазір мысалға биылғы заңдылықтар қолданып жатыр. Биологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етіп тұрады. Ол да бір керек заң. Өмірден туған заң. Негізгі үміт вакцинацияның көрсеткішінде деп отырсыз негізінде. Негізгі ең любой барлық вирустық инфекцияның ең бірінші күш тоқтататын ол вакцинация. Соны халық түсіну керек. Сізбен біз түсінуіміз керек. Басқа эффект методты әлі адам зат ойлап тапқан жоқ.
сәйкес сұрақтар. Сосын өткенде бір ақпаратта шықты бұқаралық ақпарат құралдарында. Вакцина алған құжатты сатып алды деген. Бар, иә. Иә, енді соны мысал келтіріп айтайын, бір кісі сатып алды дейін. Енді сол ауыр жүктер болды. Қайттан келе вакцина алғысы келеді. Соларға амнистия, кешірім берілсе деймін. Мысалы енді вакцина алайын десе, оның аташылық бар, ол алды деп құжаты бар. Ол екіншіні алғысы келіп тұр өзі, енді өз еркімен. Оны алғысы келген жоқ. Адами бірақ түсінуге болады шығар. Жоқ, солар сотталмайды, соларға кешірім беріле ме деймін ғой, үкімет тарапынан. Ертең сен бірдеңе құжатты өтірік сатып алдың, ол кісі сотталып кетпей ме, сол айтып отырған. Міндетті түрде ол жазасын алу керек, қалай болғанда да. Ол бір кісі емес, бәлен кісі ғой. Енді егілгісі келеді. Енді ол егілу, сіз оған міндетті түрде, сознательный түрде барып отыр. Түсініңіз бе? Мысалға, ол деген... Бұл жалпы бір кісіге 100 мың адам болады, мысалы, 100 мың адам сатып алды дейгі. Соны бәрі жазаланып кетеді ме деп жатқан, просто амнистия берілсе бір уақыт. Алғандарын қайтарында жазаланбай кетсе де ол әділетсіздікті болады. Әділетсіздігі бәрі. Екі тараптан да, сатқан кісі де сатып алған кісі де. Менің неме бір... Үлкенде ойламаймыз. Үлкенде мен де ойламаймын. Но бірақ енді бар екені уже дәлелденген нәрселер. Сондықтан да енді бұл мына ішкі істер органдарының қазір міндеті. Олар осы бағытта жұмыстарын жандандырып жұмыс істеп жатыр, және анықтап та тұр, шетінен естіп жатсыңдар. Және мына қоғамның алдында бұл вопрос, бұл сұрақ көтеріледі деп ойлаймын. Өйткені олардың бір заңдылықтары бар, енді ол штраф күйінде білесіздер ғой. Қылмыстық жауапкершілік. Түрмеге жабайын деп жатқан жоқ, административныйге. Әкімшілік. Енді ол айыппұл, ол айыппұлда білесіздер ғой, ол бірнеше тармақтан тұрады. Ол семья жағдайын бірінші рет пайдаланып жатқанын, жалпы бір уғалор болған ма, біреудің оған көмектесті ма жаңағы қызметін. Сондықтан бұларда медициналық қызметкердің соны жасаған. Ол қандай корыстық, қандай мағынада оны жасап отыр. Біреуге көмектесті, мысалы шетелге шығу керек болды, мысалы кейбіреулер болады ғой. Қапыл сондай вакцина керек болады, паспортпен көмектесіп жібер деген мада. Екінші, ол ақша таққысы келіп, бүкіл ара-ұжданын сатып дәрігер деген. Бір екінші елімізге қауіп қатер төндіріп отыр. Соны да ойланбай жасаса, оған мысалға жазалар енді әртүрлі болу керек деп мен ойлаймын. Адами түрде айтып отырмын, мен дәрігер есебінде емес. Сондықтан біз қалай болғанда да мәдениетті ел болуға тырысуымыз керек. Ол болмайынша қай уақытта да қандай компания ішіне де өз нәтижесін бермейді. Желдегі тақсырақтар бар ма? Біраз сөзген сияқтымыз. Желден мынандай сұрақ бар. Кепілдік болмаса неге мәжбүрлейді дейді. Сондай сияқты бір сұрақ Оксана Демеуова дейтін бейдік қойған. Мәжбүрлеп не алдым дейді. Вакцина. Енді маска тағуға мәжбүрлейді дейді. Вакцина алсам неге маска тағуға айтып отыр ғой. Не үшін маска тағам? Айып болса алады. Біз екі дәрігер келісіп отырып маска тағу жөнінде. Маска тағудың да ережелері бар ғой. Ол жапа тармағай тақ деген міндет емес. Ол сіздің өзіңіздің денсаулығыңызды қорғаған. Вакцина, во-первых, жаңа айтып отыр, 100% сізді қорғамайды. Екіншіден, сіз тасымалдаушы есебінде болуы мүмкін. Бір механизм. Өйткені мына кісі өзіңіз жұқпайды тасымалдаушы ретінде. Осы ауамен демалып отырсың, сенде вирус тұр ғой. Сен келесі үйіңізге бардыңыз, адамдарға жұқтырдыңыз да қойдың. Ше, бір жерге апарған. Бір екінші нәрсе. Сосын маска кию жөнінде ол тағы да жаңағы топта кию. Көпшілік жиналған жерде кию. Болмаса бір қызмет есесінде жүргізетін болса кию. Сіздің үйіңізде болмаса жалпы серуенге шыққанда маскамен жүру деген ондай мәжбүрлеу деген жоқ. Жалпы вакцинаға мәжбүрлеу деген жоқ. Мәжбүрлік деген сөз жоқ. Барынша тыстау мәжбүрлік, бірақ сіз қарап отырсаң, сол ең алға кеткен елдерде болып жатыр. Израильді көріңіз. Қалай мәжбүрлеп жатқан. Қазір кеше Байден да соңғы несінде міндеттеп жатыр. Ең енді демократияның алғы, өйткені қазір халықты енді бір адамның құқығы кез адамның құқығына дұрыс айтасың. Ол демократия деген сол ғой. Мен мысалға денсаулығыма өзім өте ерекше қараймын. Өзімнің дімкәш жақтарымды білем. Ертең мен ауырсам, маған қиын болатын білем. Мысалға менің бір бөтекем дұрыс істемейді. Менің мысалға сақырым көп. Менде давление бар мысалға, е? Сондай адамдар мысалға міндетті өзінің денсаулығын үшін
күйбеңге түсіп ол бірінші барып алады. Ол адам неге стратегия ету керек? Сіз сол бірге жұмыс істейсіз, бір столда отырасыз, а сен вакцина алғың келмейді. Енді қазір бүгін бір себептермен Ол демократияға жасама. Иә, түсінікті. Енді адам құқығы деген жерде үлкен бір жатыр, тосқыш жатыр. Қазір қойылмай қалған, артынан туындаған сұрақтар болса, сізге қайттан бір қою мүмкіндігі бар ғой, иә? Әрине, біз тап сол кезде жауап бермегенмен, артынан жауап берсеңіз, телефоныңыз бар, сайт болар, арнайы орталық. әрине біз қоғамдық Сондықтан бір қатты қоштаспаймыз деп ойлаймын. Иә. Ертең Фейсбуктан артынан көріп, сұрақтар туындап жатса, топтап алып бір-бірлеп емес, жиналып қалған бір 5-10 сұрақ болса, сізге қайттан шығып, WhatsApp болсын, басқаша болсын, қоюға, жауабын алуға болады ғой. әрине, менің мүмкіндігім деген нәрсе, мен жауап беруге әзірмін. Өздеріммен жұмыс істеуге, және осы жалпы халықтың арасында осы тажалдан былайша айтқанда. Өзімнің ойымдағы бір, өзімнің таныстарымның ойында жүрген сұрақтарды қойдым, сіздің жауаптар ішінде қанағаттанғаным бар, қанағаттанбағаным бар деп айтқан кезде, ол енді нормальный процесс, бірақ қалай болғанда да менің қойған сұрағыма өз деңгейіңізде жауап берген үшін, осыған әзір болған үшін, сізге көп рахмет, өз атымнан мен Айбат Тасбайұлы деймін. Жақсы, көңіл тауып, осыған уақыт тауып бөліп бергеніңізге көп рахмет. Біз бейресми, ешқандай мемлекеттік орган емеспіз, біз ешқандай телевидение емеспіз, жеке бір қарапайым қатардағы блогерміз. Бір жағынан бірақ қоғам үшін пайдалы болды деп ойлаймын. Бейресми сұрақтар, біз ешкім шектеген жоқ. Ана сұрақты қой, ана сұрақты қой, ана сұрақты қойма дегенді шектеген болған жоқ. Бөлек, бірақ енді халықтың атында сұрақтар қойыңыз. Маған да бір ең керегі осы, мысалға, неге біздерде, мысалға, шыны керек, мысалға, келгендегі, мысалға, елді мекендерді аралаймыз, қай жерлерде вакцинациялар төмен жүріп жатыр. Неге, қандай бір келіспеушілік бар? Осы бір түсінбеушілік бар. Ол дүлдамал ойлар бар. Былайша айтқанда. Жалпы қарсы деген көріп отқан жоқ. Өзің айтқандай бірдекілі адамдар болуы мүмкін. Кез келген нәрсеге. Кез келген нәрсеге ол болады. Қоғам болғасын, мемлекет болғасын, халық болғасын. Болады ғой, бір жеке жаратын адам да, бір ауылда. Ондайлар болады, бірақ жалпы қарсылық жоқ. Бірақ енді дүлдамал ойда жасау керек пе, әлде шамалы бір күте тұрам ба деген ойлар. Өзің айтқандай, өздерің айтып отқан халықтың ойын айтып отырсыңдар, ана вакцина дұрыс сияқты. Өйткені хаят деп жазылыпты ғой деген сияқты. Олай емес. Ол барлығы да мысалға жаңағы эксперттердің тексеруінен әбден өткен, кәдімгі дәрі сияқты. Ол тексеруден өткен, дүниежүзілік денсаулық ұйымының рұқсатыменен барып жасалатын нәрсе, қалыпты жасалатын нәрсенің бәрі. Соның ішінде вакцина, өйткені вакцина көпшілікке жасалатын нәрсе. Ол міндетті түрде дүниежүзілік сақтау ұйымының контролінде болатын нәрсе. Сіздің позицияңызды естідік. Келіп, келісіп, сұрақтарымызға жауап берген үшін рахмет. Уақыт тауып келгеніңізге көп рахмет. Осымен аяқтайық. Сіздерге де рахмет.